Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Әлемдік рекорд бүкіл спорттың тарихын өзгерте алатынын білесіз бе? Ал сену қиын баскетбол рекордтары немесе 5 шақырымға жуық биіктіктен парашютсіз секірген адам туралы не деуге болады? Бір адамға 7 рет найзағай соққаны туралы естігенсіз бе? 19 қабатты ғимараттың биіктігінен суға секіру қалай көрінеді? Бүгін сіз осы сұрақтардың жауабын табасыз. Бұл шығарылымда мен сіздерге ешкім жеңе алмайтын ең керемет 18 Гиннес рекордтарын көрсетемін. Қолдауларыңыз үшін алғыс айтамын және барлығыңызға жақсы қаралым тілеймін. Футбол рекорды. 2015 жылы Германия чемпионатының матчында Бавария Вольфсбургтен бірінші таймнан кейін 0-1 есебімен жеңіліп жатты. Бірақ үзілістен кейін Роберт Левандовски алаңға шығып керемет әлемдік рекорд орнатты. Бұл рекордты қайталау мүмкін емес сияқты. Ол бар жоғы 9 минут ішінде 5 гол соқты. Левандовски бірінші голын 50-ші минутта соғып есепті теңестірді. Содан кейін небәрі 9 минут ішінде ол тағы 4 гол соғып әлемді таң қалдырды. Оның үстіне Левандовскидің 5-ші голы әдемілігімен көзге түсті. Ол допты құлап бара жатып теуіп қақпаның бұрышынан кіргізді. Бұл жағдайды көрген Левандовскидің жаттықтырушы Гвардиоланың аузы ашылып қалды. Найзағайшы. Найзағайдың адамға түсу ықтималдығы өте аз. Ал найзағайдың адамға бірнеше рет түсу ықтималдығы одан әлдеқайда аз. Бұл шын мәнінде ерекше жағдай. Денесіне 7 рет найзағай соққан Рой Салливан тарихқа енді. 1942-1977 жылдар аралығында оны 7 рет найзағай соқса да ол тірі қалды. 1942 жылы бірінші найзағай дәл түссе де Ройдың тырнағын ғана жарақаттады. 1969 жылы соққан найзағайдан ол есінен танып қалды. 1970 жылы найзағай қолын сал етті. Ал 1972 жылы найзағайдың кесірінен оның шашы өртеніп кетті. 1976 және 1977 жылдары тағы найзағай соғып әртүрлі жарақаттар қалдырды. Бірақ ол барлық жағдайда аман қалды. Осыған байланысты Гиннестің рекордтар кітабына енді. Менің ойымша ол Зевстің ашуына тиген сияқты. Әйтсе де бұл рекордты ешкім қайталағысы келмейді. Сол үшін де оны бұзу мүмкін емес. Ең күшті діни қызметкер. Сіз діни қызметкерлерді қалай елестетесіз? Көпшілігіміз үшін діни қызметкер дегеніміз спортпен күш көрсетуден алыс рухани адам. Солай емес пе? Бірақ мынау діни қызметкер ерекше. Бұл Кевин Фаст. Және шіркеу қызметінен бос уақытында ол ауыр салмақты сүйреткенді ұнатады. Бірақ пастордың ең маңызды жетістігі алып ұшақты сүйрету. 2009 жылы ол 189 тонналық ұшақты орнынан қозғалтып 9 метр алға сүйрей алды. Бұл рекордты әлі ешкім жаңартқан жоқ. Қауіпті секіру. Кейбір адамдар ұшақтарды сүйресе, басқалары олардан секіріп әлек. Ұшақтан секіруді жақсы көретіндердің бірі каскадер Люк Айкинс. Бірақ мұның несі рекорд? 2-ның бірі секіріп жатыр ғой деуіңіз мүмкін. Бірақ Люк парашютсіз секіреді. Ол қалай жерге былш ете қалмайды? Бұның жауабы қарапайым. Люк биікте созылған арнайы торға құлайды. 2016 жылдың 10 шілдесінде ол самолеттан парашютсіз секіру арқылы рекорд орнатты. 7600 метр биіктікте ұшақтан секіріп, аман-есен торға түсті. Люк 2,5 минуттай қалықтады. Бұл керемет трюкпен рекордты дайындау үшін экстремалды спортшыға 2 жыл қажет болды. Ал рекордтың өзі әлі бұзылған жоқ. Суға биіктіктен секіру. Сіз суға қандай биіктіктен секіріп көргенсіз? Өз басым 3 метрлік биік көпірден саяз, өте ағын тау суына секіргенмін. Бұл мен 9-шы сынып оқитын кезім. Ал Ласо Шаллер биік және ұзын жартастан секіруді жақсы көреді. Бұл рекордты ешкім жеңе алмайтынына сенімдімін. Өйткені швейцариялық экстремал спортшы өз елінде 58,8 метр биіктіктегі жартастан секірген. Түсінікті болу үшін бұл шамамен 19 қабатты үймен немесе Пизан мұнарасының биіктігімен тең. 60 метрді айтпай-ақ қояйық, қарапайым адамға тіпті 5-6 метр биіктіктен секірудің өзі ауыр жарақаттар мен өлімге әкелуі мүмкін. Бірақ Ласо кәсіпқой болғандықтан бәрін дұрыс жасады. Секіре отырып ол денесін жақсы ұстады және суға ұқыпты түрде лүп етіп кірді. Айтпақшы секіру кезінде оның жылдамдығы сағатына 123 шақырымға жетті. Ласо суға қарай құлағанда қандай сезімдерді бастан өткергенін елестету қиын. Ласо секірген көл өте терең еді. Ал таяз бассейнге секіру деген жарысқа қалай қарайсыз? Қаншалықты саяз дейсіз ғой? 30 сантиметр. Бұндай бассейнге секіру мүмкін емес сияқты. Әсіресе 11 метр биіктіктен. Оған қоса жалпиып етпетіңізбен түсу керексіз. Бірақ Даррен Тейлор мұны істей алатын адам. 2011 жылы ол Норвегияның Тронхейм қаласында 11,2 метр биіктіктен 30 сантиметр суы бар үрлемелі бассейнге секіру арқылы рекорд орнатты. 2014 жылы 11,56 метр биіктіктен өзінің рекордын жаңартты. Тейлордың өзі айтқандай, мұндай секірулерде ең бастысы ерекше әдіс. Секіру үшін дұрыс сәтті таңдау керек және қону кезінде бассейннен мүмкіндігінше көп суды лақтыруға тырысыңыз. Бір қызығы мұндай қауіпті ісіне қарамастан Тейлор ешқашан жарақат алмаған. Ең ұзақ дрифт.
көлік неше минут дрифт жасай алады? Бірнеше минут, мүмкін 1 сағат. Одан да көп. Бұл тұрғыдағы рекорд Йоган Шварцқа тиесілі. Бірнеше жыл бұрын ол тоқтаусыз дрифтпен әлемдік рекорд орнатты. Йоган VMB M5 көлігімен 8 сағат бойы үздіксіз дрифтпен жүрді. Мұндай рекорд орнату өте қиын және жүргізушінің өте тәжірибелі болуы керек. Барлығына қоса көліктегі жанармай 8 сағатқа жетпейді. Сол үшін жанармай таусыла бастаған сәтте Шварцпен қатар екінші көлік дрифт жасай бастайды. Екінші көліктің терезесінен каскадер шығып, арнайы шлангты Шварцтың көлігіне жалғап жанармай толтырады. Осылай 5 рет жанармай толтыра отырып, Йоган Шварц 374 шақырымға жуық жолды сырғанақпен жүріп өтті. Бұл алдыңғы рекордтан 210 шақырымға артық. Еріккен мерген. Баскетболды шеңберге дәл лақтыру қиын емес. Егер сіз баскетбол ойынын қарасаңыз, баскетболшылардың еркін лақтыру кезінде себетке дәл соғатынын көресіз. Өйткені кәсіпқой спортшы үшін мұндай қашықтықтан допты себетке салу қиын емес. Қатарынан бірнеше дәл соққының өзі баскетболшылар үшін қиындық тудырмайды. Бірақ қатарынан ондаған, жүздеген, тіпті мыңдаған дәл лақтырулар туралы не деуге болады? Бұған тіпті Леброн Джеймс, Кевин Дюрант немесе Стефан Карри сияқты үздік ойыншылардың да шамасы келмейтініне сенімдімін. Бірақ Тед Мартиннің қабілеті кез келген адамды таңғалдырады. Ол 1975 жылы қоржынға қатарынан 739 рет соғып үлгерді. Ал 1996 жылы ол өзінің рекордын 5221 дәл соққымен жаңартты. Бұл жай ғана керемет. Тед Мартин деген кім өзі? Сомдық мықты баскетболшы болғаны ма? Тед Мартиннің баскетболға ешқандай қатысы жоқ. Ол тек жақсы дәлдікке ие және уақыты көп адам. Тағы бір таңғажайып баскетбол рекордын қараңыз. 200 метр биіктіктен себетке дәл соғу бұл керемет жетістік. Шындыққа жанаспайтын сияқты. Бірақ Дерек Херон бәрін осылайша таңғалдырды. 2018 жылы ол оңтүстік Африкадағы Лесото патшалығына келіп, Малицуяни сарқырамасы маңында 200 метр 42 сантиметр биіктіктен себетке ең дәл лақтыруды жасады. Дерек осы рекордты орнату үшін көп уақыт пен көп баскетбол доптарын жұмсаған. Бірақ бұл шығын осы рекорд үшін тұрарлық. Планкада тұру. 2020 жылдың басында ақш-тың 68 жастағы теңіз морпехы Джордж Гуд планкада үздіксіз 8 сағат 15 минут тұрып бүкіл әлемді таңғалдырды. Мен 2 минут тұрсам бүкіл денем дірілдеп тоғырғандай билей бастаймын бар ғой. Ал 8 сағат деген бұл шектен тыс. Айтсе де бұл рекордты австралиялық Дэниел Скали жаңарта алды. 9 сағат 30 минут 1 секунд. Иә, бұл оның планкада тұрған уақыты. Айта кету керек, Дэниелдің бір қолы өте қатты ауыратын. Соған қарамастан керемет рекордқа қол жеткізді. Бұл оның жетістігін одан да керемет етеді. Ал сіз неше уақыт дәл осылай тұра аласыз? Пікірде жаза кетіңіз. Ең алып скейтборд. Мына суретке қараңыз. 5 жігіт алып скейтбордта тұр. Бұл не? Мүмкін фотошоп шығар. Жоқ, сіздің алдыңызда Джобс Угли мен Роб Дерде құрастырған әлемдегі ең үлкен скейтборд. Олар осы скейтті шамамен 10 жыл бұрын жасап, Гиннестің рекордтар кітабына тезеніп, күні бүгінге дейін орнын бермей келеді. Бұл скейтбордтың ұзындығы 11,1 метр, ені 2,6 метр, ал биіктігі 1,1 метр, салмағы 1632 келі. Әрине бұл скейтбордты сіз ешқандай трюктер жасай алмайсыз, бірақ отбасыңызбен отырып кәсенсеңіз болады. Осындай алып заттарды болашақтағы археологтар қазып алса, біздің заманымызда алып адамдар болған деп ойлайтын шығар. Мүмкін бізде кейбір әзіл үшін жасалған археологиялық олжаларды тым шынайы қабылдап жүрген болармыз. Кім білсін. Әдеттен тыс баспалдақпен көтерілу. Баспалдақпен қалай көтерілуге болады? Әдеттегідей аяқпен. Кейбіреулер қолмен көтеріліп те жатады. Басымен баспалдаққа көтерілетін адам туралы не дейсіз? Мына бір қытайлық Ли Лун Лун дәл осылай жасайды. Ол баспалдақпен жоғары көтерілу бойынша өте ерекше рекордқа ие. Ли басына тұрып, қолдарын жіберіп, баспалдақпен жоғары секіре бастайды. Қолымен мүлдем көмектеспейді. Ол осылайша 34 сатыға көтеріліп, 2012 жылы рекордсмен атанды. 2015 жылы ол 36 сатыға көтеріліп, өзінің рекордын жаңартты. 2020 жылы Лун Лун 37 баспалдақты еңсеріп, рекордты жаңартуға тырысты. Бірақ ол әрекеті сәтті болмады. Ол өзінің рекордын жаңартқан жоқ. Негізі осындай заттар адамдардың ойына қалай келеді деген? Үйде жатып, ема бір нәрсе істеу керек еді дейді, басымен баспалдаққа шыға ма сонда? Аяғынан қолы жылдам. Кейбір рекордтар таңғаларлық, ал кейбіреулері өте ынталандырады. Сион Кларктың жетістігі дәл осындай жағдай. Бұл жігіттің денесінің төменгі жартысы жетіспейді, бірақ бұл оның жылдам қозғалуына кедергі емес. Биылғы жылы Кларк 20 метрді қолымен 5 секундта жүгіріп, Гиннестің рекордтар кітабына енді. Кейбір адамдар бұлай жылдам аяқпен де жүгіре алмайды. Жалпы Кларк қолмен жүгіруімен ғана танымал емес. Ол тіпті өз штатында ең жақсы деп танылған тамаша балуан. Аяқтарының жоқтығына қарамастан Кларк тіпті толық сау спортшыларды оңай жеңеді. Оған ешкім аяғына кіре алмайды ғой өйткені. Жаттығудан бос уақытында Сион мотивациялық спикер болып жұмыс істейді.
Мүгедектігіне қарамастан Сион Кларк Олимпиада және Паралимпиада ойындарына қатысқан алғашқы американдық болуды жоспарлап отыр. Ең жылдам тасбақа. Сіз білмейтін тағы бір ерекше рекорд. Жылдамдық және тасбақа деген екі сөз мүлдем үйлеспейтін секілді. Дегенмен де мұндай да рекорд бар болып шықты. 2015 жылы Берти есімді тасбақа барлық туыстарының арасында ең жылдам болды. Ол сағатына 1 шақырымға дейін жылдамдыққа жетіп, шамамен 5,5 метрді 19,5 секундта бағындыруға қабілетті. Бұл әрине Усейн Болттың жылдамдығы емес, бірақ бәрібір өте жақсы. Айтпақшы, бұл жеңімпаз тасбақалар әлеміндегі Усейн Болт деп аталады. Тасбақалар арасындағы алдыңғы жылдамдық рекордты 1971 жылы Ұлыбританияда Чарли есімді тасбақа орнатқан болатын. Оның рекордын 40 жылға жуық уақыт ешкім жеңе алмады. Әйтсе де Берти Чарлиден 2 есе жылдам жүгірді. Ең алып айдаһар. Айдаһар жоқ деп кім айтты? Сонда бұл не? Бірақ шындап айтқанда бұл тағы бір таңғажайып рекорд. Планетадағы ең үлкен жүретін робот. Бұл неміс компаниясының туындысы. Бірнеше жыл бұрын олар Фани деп аталатын роботты жасады. Бұл ғажайыптың салмағы 11 тонна, ал ұзындығы 15 метрге жетеді. Роботтың кеудесіне қуаты 140 ат күші бар дизельді қозғалтқыш орналасқан. Айдаһар Еуропадағы ең үлкен рөлдік ойындарға және басқа да іс-шараларға барғанды ұнатады. Найза лақтыру. Найза лақтыру өте қызықты және әсерлі спорт. Бұл жерде неміс спортшысы Уве Хонның өнер көрсетуі ерекше әсер қалдырды. Оның рекордынан асып түсу екіталай. 1984 жылы 20 шілдеде Уве Хон тарихқа өз атын жаза алды. Найзаны күшпен лақтырғаны сонша ол алаңның арғы басына жетті. Тіпті адамға тиіп кете жаздады. Лақтырылған қашықтық есептелген кезде нәтиже барлығын таң қалдырды. 104 метр 80 сантиметр. Бұл рекорд Уве Хонды тарихқа жазып қана қойған жоқ. Сонымен бірге осы спорт түрін толығымен өзгертті. Бастапқыда алаңда найза лақтыруды толығымен тыйым салуды жоспарлаған, бірақ соңында олар найзаны ғана өзгертуге шешім қабылдады. Найзаның ауырлық орталығы алға жылжыды. Салдарынан найза енді жерге ертерек құлайды. Бұл өз кезегінде қауіпсіздікті қамтамасыз етті, бірақ сонымен бірге лақтыру қашықтығын қысқартты. Жаңа найза лақтыру рекордын Темір Ян орнатты. 1996 жылы найзаны 98 метр 48 сантиметрге лақтыра алды. Тіпті осы рекордтың өзі 26 жыл бойы жаңармай келетінін ескерсек, Уве Хонның рекорды ешқашан бұзылмайтын секілді. Денеге салынған сурет. Біздің көрермендердің арасында татуы бар адамдар бар ма? Мүмкін таныстарыңызда немесе әкелеріңізде бар шығар. Қалай болғанда да ешкім танымал Грегори Пол Маклареннің рекордын жеңе алмайды. Бұл 52 жастағы жаңа зеландиялық планетадағы ең көп татуировкасы бар адам. Грегоридің денесінің 100% татуировкалармен жабылған. Оның денесінде татуировкасы жоқ бірде-бір аймақты таба алмайсыз. Оның тіпті қабақтарында, саусақтарының арасында және аузында да суреттер салынған. Иә, астында да салынған. Оның денесіне тату салғанды жақсы көретіндігі сонша, денесінде орын қалмаса да ескі суреттердің үстінен басып тату салуда. Барлығына қоса құлағы шұрық тесік, тістері темірмен қапталған. Осымен құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым соңына жетті. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ал егер арнаға жазылмаған болсаңыздар, астыдағы қызыл подписация батырмасын басып, зорға айналдырыңыз. Сонда сіз келешекте шығатын осы тектес қызықты бейнелерді жіберіп алмайтын боласыз. Ал сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуро. Келесі қызықты деректерде кездескенше, қош сау болыңыздар.